Елімізде мешіттерге келушілер мен мешіттер санының өсімі артқан. Облыс аумағында 2018 жылы 301, 2019 жылы 308, 2020 жылы 313, 2021 жылы 323 мешіт болса, биылғы жылы олардың саны 332-ге жетіп отыр. Облыстық діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі кеңес пен діни бірлестіктер клубының қызметі аясында діни бірлестіктердің басшылары мен өкілдерінің қатысуымен жүйелі түрде отырыстар мен кездесулер өткізіліп, түйткілді мәселелер талқыланды. Сондай-ақ қазіргі уақытта облыста 13 мешіттің құрылысы жүргізілуде. Облыс бойынша мешіттерге жұма намаздарына келуші жамағаттың саны 37 мыңнан астам болса, күнделікті мешітке келушілердің саны 6 мыңнан астам адамды құрайды. Ал өткен жылмен салыстырғанда жоғарғы білімді имамдар 23%-дан 24%-ға, орта білімділер 22%-дан 24,9%-ға артқан. Имамдардың білімін арттыру мақсатында республикалық және облыстық деңгейлерде Нұр Мүбәрак университетінде облыстық семинарларда кәсіби құзыреттіліктерді арттыру курстарын облыстағы 62 мешіт имамы өтті.